Сәлем достар, бүгінгі біздің тақырып остеология ғылымына кіріспе. Остеология ғылымы деп отырғанымыз жалпы сүйектерді зерттейтін ғылым. Сүйек, яғни қаңқа, ол грек тілінен аударғанда скелеттен кептірілген скелет деген мағынаны білдіреді. Оның механикалық маңызы бар, жалпы адам организмінде тіректі қызмет атқаратын, сондай-ақ адамға пішін беріп тұратын, бүкіл біздің бойымыздағы ағзаларды, органдарды тіке ұстап тұратын осы қаңқа скелет болып табылады. Бірнеше сүйектер бірге отырып сүйектер жүйесін, яғни қаңқаны құрайды. Сүйек, яғни қаңқаның механикалық қызметі тіректі, қорғанышты, қозғалыстық қызмет атқарады. Яғни тіректі қызмет деп отырғанымыз бұлар мүшелердің қаңқаның түрлі бөліктеріне беку арқылы жүзеге асады. Бірнеше органдарды осы қаңқа тіктеп ұстап тұрады. Келесі қозғалыстық қызмет, яғни жылжымалы буындармен қосылып, бұлшықеттер көмегімен қозғалысқа келтірілетін қаңқалар. Яғни оларға мысал ретінде айтатын болсақ, иық буындары, шынтақ буындары, тізе буындары, бұлардың барлығы қозғалысқа алып келеді. Яғни сүйек өздігінен қимылдамайды, оған міндетті түрде буындар болу қажет. Буын бар жерде, яғни қозғалыс болады. Осы буындардың көмегі арқылы сүйектеріміз қозғалысқа түседі. Тағы да қозғалысқа көмектесетіндер байламдар, сіңірлер, сондай-ақ бұлшықеттердің көмегі арқылы қаңқамыз қозғалысқа түседі. Келесі қорғаныштық қызметі, яғни біздің организміміздегі белгілі бір органдарды, ағзалардың қорғау мақсатында қалыптасқан осы скелеттің маңызы өте зор. Мысалы, бас ми сауыты. Бас ми сауытында ми орналасқандықтан оның езіліп кетпеу үшін, шаншылып кетпеу үшін, соққылар тимеу үшін осындай ми сауыты сыртынан қаптап тұрады. Яғни бұл да қорғаныштық қызметі. Келесі кеуде торы. Кеуде торында қабырғалар, алдынан төстер, артынан омыртқалар орналасқан. Яғни бұл кеуде торында жаңағы өмірге маңызды ағзалар өкпе, жүректі қорғау мақсатында қалыптасқан ағзалар болып табылады. Және сонымен қатар омыртқа бағанасында жұлындардың да қорғау үшін омыртқа бағанасының өзегінде жұлындар орналасады. Олардың да жұлынның үзіліп кетпеуіне жағдай жасалған. Енді жамбас астауы. Жамбас сүйектеріне, ол жамбас қуысында орналасқан ағзалар. Мысалы, оларға қуықтар, әйелдерде аналық без жатыр, еркектерде простата без деген сияқты соларды қорғау мақсатында, яғни осы жамбас қуысы қорғайды. Сондай-ақ осы скелет, яғни қаңқа және олардың қосылыстары, байламдар, және де олардың байламдар, буындар, сіңірлер, бұлардың барлығы және де бұлшықеттер, осылардың барлығы тірек қимыл аппаратын құрайды. Жалпы тірек қимыл жүйесін біз екі топқа бөліп қарастырамыз: пассивті және активті бөлімде. Пассивті бөлімдеріне бұларға сүйектер, осы скелет, қаңқаларды жатқызамыз. Оларға сүйек, сол сіңірлер, байламдар, солардың қосылыстары жатқызамыз. Яғни адам организмінде 220-дан астам сүйек болады. Келесі активті бөліміне бұлшықет жүйесі жатады. Яғни адам организмінде шамамен 600-ге жуық қаңқа бұлшықеттері бар. Яғни пассивті бөлім сүйектер және оның қосылыстары бұлшықеттердің әсер етуі арқылы, яғни қосылуының нәтижесінде активті бөлімге өтеді. Соның нәтижесінде қаңқамыз қозғала алады. Келесі қаңқа сүйектеріндегі қазақша атауына тоқтасақ. Бас сүйек, алдынан артынан қарағандағы астыңғы жақ, үстіңгі жақ, мойын омыртқасы, бұғана, яғни адамда екі бұғана болады. Келесі жауырын, артынан қараған кезде екі жауырын, одан кейін тоқпан жілік, одан кейін алдынан қарағанда төс сүйегі, одан кейін қабырғалар. Келесі кәрі жілік бұл ішкі жағында орналасқан кәрі жілік. Келесі шынтақ сүйек, яғни сырт жағында орналасқан бұл шынтақ сүйек болып табылады. Сондай-ақ кеуде омыртқалары, мойын омыртқалары, осы аралықтан осы деңгейге дейінгі кеуде омыртқалары, одан кейін бел омыртқалары, одан кейін сегіз көз, сосын соңында құйымшақ болады. Келесі жамбас сүйектері, яғни екі қанат болып тұрған, бұлар мықын сүйектері, үлкен мықын сүйегі. Одан кейін келесі шонданай сүйектері, астында орналасқан шонданай сүйектері. Одан кейін келесі шат сүйегі, ортасында шат сүйегі болады. Келесі ортан жілік деп те атасақ болады, сан сүйегі деп те атасақ болады. Келесі тізе сүйегі, осында екі тізе сүйегі болады. Келесі асықты жілік екеу болады. Қолдағы байқасаңыздар, аяқта да екі сүйектен болады. Бұл дистальды сүйектер, проксимальды сүйектер деп аталады. Дистальды мен проксимальдыға мысал келтіре кететін болсақ, дистальды деген сөздің өзі, яғни адамның ағзасына алыстау жатқан бөлігін дистальды сүйектер деп атаймыз. Ал жақын жатқан бөліктерін проксимальды сүйектер деп атаймыз. Сондай-ақ асықты жіліктің жанында шыбыққа ұқсас сүйекті шыбық сүйегі деп атаймыз. Сондай-ақ қолда майда сүйектер бар, білезік сүйектер 8 сүйек бар, одан кейін алақан сүйектері, саусақ сүйектері бар, одан кейін аяқ сүйектері, өкше сүйектері, табан сүйектері және де саусақтар, башпайлар. Келесі енді сүйектердің латынша атауларына тоқталатын болсақ, бірінші краниум. Краниум деген бұл бас ми сүйегін айтамыз, ми сауытын. Жалпы бұл бас сүйегінің жалпы атауы, бас ми сауытының жалпы атауы, бірақ негізі бас сүйегінде бірнеше сүйектер болады, олар жеке-жеке айтылады. Келесі мандибуля, төменгі жақ сүйегі. Жоғарғы жақ сүйегін максилля деп атаймыз. Бұғана сүйектері екі бұғана болады, оны клавикуля деп атайды. Келесі екі жауырын, ол жауырынды скапуля деп атаймыз. Келесі төс сүйегі стернум деп аталынады. Келесі қабырғаларды латынша коста деп атаймыз. Тоқпан жілікті хумерус дейміз. Келесі кәрі жілікті радиус, оның шынтақ сүйекті ульна деп атаймыз.
Келесі жамбас сүйегіне келсек, екі қанат болып тұрған, міне олар мұқым сүйектері, оны латынша илиум деп атаймыз. Одан кейін келесі сегіз көзді сакрум деп атаймыз. Келесі пубис шат сүйегі деп аталынады. Шонданай сүйегін ишиум деп атаймыз. Келесі қол сүйектері. Қол сүйектеріне бірінші карпалис, яғни білезік сегіз сүйек болады, сол жерде карпалис деп атаймыз, жалпы атауы. Одан кейін алақан сүйектері метакарпалис деп аталынады, сосын саусақ сүйектерін фалангис деп атаймыз. Келесі аяқ сүйектеріне тоқталсақ, ортан жілікті немесе сан сүйегін фемур деп атаймыз латынша. Келесі тізе сүйектері пателла деп аталынады. Келесі асықты жілік. Асықты жілік бұл тибия деп аталынады, оның қасындағы шыбығын фибуля деп атаймыз. Одан кейін аяқ сүйектері, өше сүйектерін тарсалис деп атаймыз, табан сүйектерін метатарсалис деп атаймыз, одан кейін саусақ башпайларды фалангис деп атаймыз. Бұлар барлығы негізі жалпы атаулары. Келесі сүйек, ол түбірі осис деген сөзден шыққан. Жалпы сүйектің химиялық құрылымы екі заттан тұрады. Олар органикалық және биорганикалық заттар. Органикалық заттарға асен жатқызамыз, биорганикалық заттарға кальций, фосфор, калий деген жаңағы биорганикалық заттар, осында минералды заттар жатады. Жалпы органикалық және биорганикалық заттар бұлар сүйекке беріктік, серпімділік қасиет береді. Енді жалпы ересектер мен жас балалардағы сүйектердің ерекшеліктерін айтатын болсақ, жалпы жас балаларда органикалық заттар көп болады. Органикалық заттарда яғни асен көп болады. Сондықтан да балаларда жаңағы сүйектері сына бермейді құлаған кезде, және де иілгіштік болып келеді. Ал қартайған адамдарда биорганикалық заттар көбейеді, органикалық заттардың деңгейі төмендейді. Сол кезде сүйек иілгіштігін азайып, мұрт сынғыш болады. Сол себептен де үлкен адамдар құлаған кезде сүйектің тез сынатыны осы биорганикалық заттардың көптеп болуына байланысты, деңгейінің жоғары болуына байланысты. Сол себептен де үлкен адамдар сынған кезде сүйектері тез жазыла қоймайды. Енді сүйектердің құрамын тексеру мақсатында ғалымдар тәжірибе жасап көрген. Сүйекті егер де біз химиялық ерітінділермен ерітетін болсақ, жалпы биорганикалық заттар еріп кетеді, дағыны органикалық заттар қалады. Яғни органикалық зат қалған кезде ол жерде керісінше жұмсақ болып, оның иілгіштік қасиеті жоғары болады. Ал егер де сүйекті күйдіретін болсақ, жандыратын болсақ, онда органикалық заттар ериді, дағыны биорганикалық заттар қалады. Ол кезде бірақ сүйектер сынғыш болып келеді. Кез келген ағзаның құрылымдық қызметтік бірлігі болады. Сол сияқты сүйектің құрылымдық қызметі бірлігі бұл остеон болып табылады. Остеонның құрылысы остеон табақшаларынан, остеоциттерден, орталық өзектерден тұрады. Мына суретте сүйекті кесіп көрсеткен, мына дөңгелек болып тұрған ол остеон табақшалары, міне бірнеше остеон табақшалары бар. Келесі майда қызыл болып тұрған бөлек-бөлек кішкентай түйіршіктер болып тұрған, олардың барлығы остеоциттер, яғни бұл остеоциттер остеондарды түзетін жасушалар. Сол себептен де оларды остеоциттер деп атайды. Енді мынау өзектер қызыл болып тұрған, өзектерінде қызыл-қызыл болып шығып тұрғандар, олардың барлығы капиллярлар. Осы капиллярлар арқылы сүйектер қоректенеді, яғни қоректік заттарын осы қан тамырлары арқылы алып отырады. Енді мына жерде сүйекті жартысына кесіп көрсеткен, остеон табақшаларының жартысы көрінген, міне майда-майда болып тұрған остеоциттер, мына остеоциттер және ортасында капиллярлар орналасқан. Осы сүйектің дәл ортасында сүйектің өзегі орналасады. Келесі суретте мына анық көрсетілген кесіп. Мына жерде каналдар орналасады, яғни сүйек каналдары. Бұл каналдарда веналар мен артериялар орналасқан. Олар жаңа қоректік заттарды алып кетіп, керек емес заттарды сыртқа шығарып отырады. Сондай-ақ сүйекте екі зат болады. Біреуі борпылдақ зат, екіншісі тығыз зат. Борпылдақ зат деп отырғанымыз, міне көріп отырғандарыңыздай, аралары бос, қуысты болып келеді. Яғни осы біздің салмақтың аз түсуіне байланысты борпылдақ заттар осы орталыққа қарай орналасады. Өйткені ол жерде күштің түсуі өте аз болады. Сол себептен де ондай жерлерде осындай борпылдақ заттар көптеп болады. Келесі тығыз заттар, бұлар тығыз орналасқан, өйткені бұл жерде салмақ көптеп түсетін болғаннан кейін ол жердегі заттар тығыз болып орналасады. Келесі мына суретке анық қарап отырсаңыздар, осы жерде борпылдақ заттар анық көрсетілген, яғни аралары қуыс, бос, бұл жерде салмақ өте аз түседі. Сол себептен де осылай борпылдақ заттар ортаңғы бөліктерінде орналасады. Борпылдақ зат деп отырғанымыз осы кеуекті зат деп те атасақ болады, яғни бұлар осындай губка сияқты болып тұрады аралары, және де сүйектерде трабекулалар бар. Трабекулалар тығыз затпен жаңағы осы борпылдақ заттардың екеуіндегі трабекулалардың бағыттары әртүрлі болады. Мысалға, екеуінің айырмашылықтары тығыз заттарда, яғни трабекулалар бағыттары әртүрлі бағытта орналасады. Өйткені ол жерде жаңағы күш түсуіне байланысты бұлшық ет сіңірлерді тарту мақсатында, яғни қатты ұстау үшін трабекулалар әртүрлі бағытта болғандықтан, ол жерде мықтылық, тығыздық қасиет береді. Келесі ортаңғы кеуекті борпылдақ бөлімдерінде, яғни трабекулалар тек қана бір ғана бағытта орналасады, өйткені ол жаққа салмақ аздау түсетін болғандықтан. Жалпы сүйек қабығы екі қабаттан тұрады. Біріншісі сыртқысы фиброзды деп аталынады, ішкісі камбиальды деп аталынады. Фиброзды деп отырғанымыз бұл талшықты деген мағынаны білдіреді. Жалпы екіншісі бұл камбиальды қабат, ол остеобласттар, яғни жалпы сүйектің жуандап өсуіне көмектесетін осы камбиальды бөлігі болып табылады. Мына суретте сүйекті кесіп көрсеткен, жартылай ортасында өзегі, одан кейін остеон табақшалары мына тығыз орналасқан. Остеон табақшалары орналасқан, араларында жаңағы артериялар, одан кейін бар борпылдақ заттары, жаңағы кеуекті зат, борпылдақ зат деп айттық. Одан кейін мына тығыз орналасқан бөліктері, тығыз заттары. Сүйектің ортасында сүйек өзегі болады дедік. Сол сүйектің ұяшығында жілік майы болады. Ол қан жасау жүйесіне қатысады. Жалпы жілік майын біз екі түрге бөліп қарастырамыз. Біріншісі қызыл және екіншісі сары. Жалпы қызыл жілік майы қан жасушаларына, ол жердегі қан тамырлар мен нервтерге бай болып келеді. Қан тамырлар, қан элементтер, жалпы сол жілік майына қызыл түс береді. Қан тамырлар, қан элементтері.
Ал сары жілік майы бұл жаңа туған балада іштегі нәрестелерде тек қана қызыл жілік майы болады. Ал бала өскен сайын, ержеткен сайын қызыл жілік майы сары жілік майына ауысады. Жалпы ересек адамдардың сүйек қуысында тек қана сары жілік майы болады. Енді сүйек бөлімдері. Жалпы сүйек бөлімдерін бөліп қарастырамыз. Проксимальды эпифиз, апофиз деп. Неге проксимальды деп айтамыз? Өйткені ол адам организміне жақындау жатқан бөлігін проксимальды эпифиз деп атаймыз. Келесі диафиз. Диафиздің ең үлкен түтікті бөлігін диафиз деп атаймыз. Одан кейін дистальды эпифиздер. Дистальды өйткені төмен жақта адам организміне алыстау жатқандықтан бұны дистальды эпифиз деп атаймыз. Енді проксимальды эпифиз бен диафиздің арасында, яғни метафиз болады. Диафиз бен дистальды эпифиздің арасында да метафиз болады. Жалпы бүкіл балалық жасөспірім кезеңдерде жалпы эпифиз бен метафиздің арасында эпифизарлы шеміршек болады. Ол шеміршек, яғни бала өсуіне қарай, сүйектің өсуіне қарай, көбеюіне қарай, жалпы сүйектің ұзаруына байланысты бой қай уақытта тоқтайды өсуі, сол аралықта ол эпифизарлы шеміршек сүйектігіне орын беріп, эпифиз бен метафиз екеуі қосылып, сөйтіп синастоз болады. Синастоз дегеніміз сол жаңағы эпифиз бен метафиз екі сүйек бір-бірімен байланысып, ешқандай да шеміршек қалмайды, тек сүйек пен сүйек байланысып, болды баланың ары қарай өсуі тоқтаған кезде сүйекке айналады. Келесі бас сүйек ерекшеліктері. Жалпы балаларда еңбектің болуы, ол біріншіден бас сүйектің толғақ кезінде туу жолының пішіні мен шамасына қарай бейімделіп шығуы. Біріншіден сол, және де екіншіден бастағы мидың өсуіне байланысты еңбектің әлі туылған балаларда еңбектің болуы сол себептен. Енді еңбектің үш түрін ажыратамыз. Ол біріншісі фонтикулис антериор деп аталынады. Алдыңғы бөлігі мына маңдай сүйегімен және де төбе сүйектермен байланысып жатады. Пішіні ромб тәрізді болып келген, және де бұл 1,5-2 жаста бала өсіп дамыған кезде бітісіп кетеді. Келесі фонтикулис постериор, ол артқы бөлігінде үшбұрыш тәрізді болып келеді. Жалпы бұл шүйде бөлімдермен және де сонымен қатар екі төбе сүйегімен байланысып жатады. Жалпы ол балаларда 2-3 айлықта бітісіп кетеді бұл. Келесі бүйір еңбектер жұп болып келеді. Олар бірінші фонтикулис сфеноидалис деп аталынады. Олар маңдай сүйектермен, төбе сүйектермен, шеке сүйек, сына сүйектермен шекаралас болып жатады. Бұл бала 2-3 айға келген кезде бұл жаңағы еңбектер жабылып кетеді. Келесі бүйір еңбектер, олар фонтикулис мастоидеус деп аталынады. Бұл самай сүйегінің мастоидеус өсіндісі бар. Сол мастоидеус емзік тәрізді өсіндісі соның несіне байланысты аталынған. Бұл самай жаңағы төбе сүйектермен жаңағы байланысып жатады. Бұл көбінесе сол 2-3 айға келген кезде бала сол кезде бітіп кетеді. Жалпы бұл бүйір еңбектер шала туылған балаларда көп кездеседі. Келесі сүйектердің жүктелуі. Сүйектердің жүктелуін біз бірінші топтарға бөлеміз. Бірінші түтікті сүйектер деп атаймыз. Одан кейін келесі қысқа сүйектер немесе кемікті сүйектер деп атаймыз. Келесі жалпақ сүйектер, және сонымен қатар төртіншісі олар аралас сүйектер болып табылады. Түтікті сүйектердің өзін, жалпы жілікті сүйектердің өзін ұзын жілікті сүйектер, қысқа жілікті сүйектер деп бөлеміз. Ұзын жілікті сүйектерді оларға тоқпан жілік, кәрі жілік, ортан жілік, асықты жіліктер жататын болса, қысқа жілікті сүйектерге алақан, табан, саусақ, бақай сүйектерлері осы қысқа жілікті сүйектерге жатады. Келесі қысқа сүйектер, яғни кемікті сүйектер, олардың өзі екі топқа бөлінеді. Ұзын кемік сүйектер, қысқа кемік сүйектер. Ұзын кемікті сүйектерге қабырға, төс жататын болса, қысқа кемікті сүйектерге омыртқа, білезік, тілерсек сүйектерін жатқызамыз. Келесі жалпақ сүйектерге оларға жамбас сүйектерін, бас сүйектерін, жауырын сүйектерін жатқызамыз. Келесі аралас сүйектерге бас сүйек негізін құрайтын сүйектер жатқызамыз. Бастың ішкі қуысында, яғни басты құрайтын бірнеше көзге көрінбейтін сүйектер бар, бас сүйектері. Сол бас сүйектерін жалпы осы аралас сүйектерге жатқызамыз. Осымен сабағымыз аяқталды. Егер сабақ ұнаған болса, лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар.